everybody, welcome back to my channel. Сәлем барлығыңызға, менің каналыма қош келдіңіздер. Әдеттегідей ағылшын тілін сабағын жалғастырамыз. Бүгінгі көретін тақырыптарыңыз sentence structure. Қазақшасы сөйлем құралымы. Жалпы қандай да жаңа тіл үйренгенде адам ең алдымен сөздіктен бастайды, vocabulary'ден. Біраз сөздік қоры жиналғанда келесі этап ол сол сөздерді пайдалана дұрыс сөйлем құрай білу. Сондықтан ағылшын тілінде қалай дұрыс сөйлем құралады, соны үйренейік. Сөйлем түрлері subject plus verb. Яғни бір алғашында subject келеді, содан кейін verb келеді. Немесе subject, verb, object. Subject, verb, complement. Subject, verb, adverbial. Subject, verb, object, etc. Бұл жерде сіздерге мен subject не екенін, verb не екенін түсіндіріп айтып отыра алмаймын. Өткен видеоларда немесе басынан бастап ағылшын тілін үйрететін каналдар бар. Соларды қарасаңыздар толығырақ түсіндіріп береді сіздерге. Бұл жерде байқасаңыздар, қандай сөйлемде subjectпен басталып тұр. Subjecттен кейін қайткен күнде verb. Ал verbтен кейін байқасаңыз нені қойсаңыз да болады. Сондықтан ең ескере кететін жай ол subjecттен кейін міндетті түрде verb келеді. Мысалдарға қарайық. Subject plus verbтің мысалы I am listening. Яғни мен тыңдап тұрмын. Subject verb object we need education. Яғни бізге білім қажет. Немесе we need a house. We need a teacher. Subject, verb, complement. Болған жағдайда the book is interesting. Or the book is big. The book is expensive. Яғни кітап қызықты, кітап үлкен, кітап қымбат. Келесі subject, verb, adverbial. Our school is nearby. Or our school is far from here. Біздің мектеп жақында, немесе біздің мектеп алыста. We should give them a call. Біз оларға хабарласуымыз қажет. Немесе we should give Sarah a present. Біз Сараға сыйлық беруіміз қажет. Тағы бір ескере кететін жай, разговорный английскийде көбінесе адамдар сөздерді осылай бір-бірден талдап қажеттенбеді. Сондықтан мен сіздерге келесі мысалды көрсете кетейін. Бұл сұрақ Who has read the book? Кім кітапты оқыды? Бұған жауап берсеңіз I, мен деп қана қысқаша жауап бере салуыңызға болады. Немесе I have, мен істедім деген қандай да бір істеліп кеткен қимыл әрекетті білдіріп тұр бұл жерде. Немесе толығырақ жауап берсеңіз I have read the book. Мен ол кітапты оқыдым. You said hey and I said hello. What's your name? I'd really like to know. Сонымен сіздерге сабақ түсінікті болды деген үміттемін. Бұл суретке қарасаңыздар, бірнеше сөздің бейнесі бар. Сол осы сөзден бірнеше сөйлем құралуға болады. Сондықтан бұл міндеттілікті сіздерге қалдырамын. Жауаптарыңызды төмендегі комментарияға жазсаңыздар болады. Alright, that's enough for today. I hope to see you next time. Take care of yourselves. See you soon. Bye-bye. It's a little cliche, but that's okay.